Бүйректі құмнан тазалау табиғи жолы, яғни шөптер арқылы, медицина жолы, дәрі арқылы тазалау жолын айтамыз. Құмнан пайда болатын тастың түрлеріне тоқталамыз. Армысыздар, менің есімім Нұғман, каналға қош келдіңіздер. Каналға жазылмаған болсаңыз, жазылып қойыңыз, ал біз бастаймыз. Бүйрекке құм жиналу қазіргі таңда өте көп кездесетін мәселенің бірі болып отыр. Бүйрекке құм жиналу ағзада тұз, сілті қышқыл, коллоидты тепе-теңдігінің бұзылуынан пайда болады. Содан тұздар бірігіп, бүйректе ұсақ құм түйіршіктерін түзеді. Олар бір-бірімен жамыла береді. Бүйректі тазалау үшін ең алдымен тамақтану режимін дұрыстауымыз қажет. Дәрі арқылы тазалау жолына кеңінен тоқталмаймын. Себебі өздеріңіз үйде қолданып, кері әсері, жанама әсерлері тиіп кетуі мүмкін. Міндетті түрде дәрігердің кеңесінен кейін барып қолданыңыз. Бүйректі құмнан тазалайтын препараттардың аттарын атап өтемін. Камнелон, канефрон, урелесан, систон, фитализин. Ал енді табиғи жолына тоқталатын болсақ, қарбыз бен оның қабығының қайнатылысы. Қарбызды күні бойы жеп шөлдегенде оның қабығын қайнатып, суын ішу керек. Қарны ашқанда қарбызды нанмен жеген дұрыс. Тәулігіне 2,5-3 кило қарбыздың қайнатылысын 2 апта бойы ішу керек. Зәр жолдарындағы тастың диаметрі 1 сантиметрден аспаған жағдайда осы тәсіл тиімді. Жүзім жапырағы, лимон шыры мен жөке, гүлдердің қоспа шайы. 1 литр суға әрқайсысынан 2-3 қасық салып, 10-15 минут қайнату керек. Кешкісін 2 стакан қоспаны ішіп, денені жылы ұстаған жөн. Ішу мерзімі 1 ай. Көкнар мен селдере шырындарының 2 ас қасығын тамақтанардан жарты сағат бұрын күніне 3 рет ішу керек. Тағамыңызда жеміс-жидектердің мол болғаны дұрыс. Пияз бен сәбіз шырындарын тамақтан жарты сағат бұрын күніне 3-5 рет 2 апта бойы 3 ас қасықтан ішу керек. Коньяк ішу. Кешкі асты қабылдамай тұрып 100 грамм коньяк ішіп, әсер білінгеннен кейін күніне 2-3 шақырым жүгіру керек. Ол денені қыздырып, құм мен тасқа әсер етеді. Қуық толып барып зәрге отырса, құмдардан тазарады. Бүйрек бұл зәр шығару жүйесінің негізгі органдары. Олар негізінен қалдықтарды және артық суды жою үшін қанды сүзеді. Қалдықтар мен сулар несеп ретінде шығарылады. Құмнан мынандай тастар түзіледі. Ең көп табылатыны 80% қымыздық қышқылының кальций тұздары. Ол қышқыл зәрде де, сілтілі зәрде де пайда бола береді, өйткені олар тас түзілуіне өте ыңғайлы. Зәр қышқылының тұздарынан түзілетін ураттық тұздар. Фосфор қышқылдарының кальций тұздарынан түзілетін фосфаттық тастар. Цистин амин қышқылдарынан пайда болатын цистиндік тастар. Бұл өте сирек кездесетін тұқым қуалайтын ауру кезінде түзіледі. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы болды деген ниеттеміз.